Сәлем, кішкентай досым. Қазір біз тыныш әрі қызықты ертегілер әлеміне аттанамыз. Ендеше жайлы отырып көздерімізді демалдырып, ертегіні тыныш тыңдайық. Бауырсақ. Ертеде кең даланың шетінде, тыныш ауылдың қасында кішкентай ғана қараша үй болыпты. Сол үйде қарт ата мен қарт әже өмір сүріпті. Екеуінің де жандары жұмсақ, сөздері баяу, күндері бір қалыпты өтеді екен. Таң атса, әже ошақтың басын реттеп, қазанын жуып, үй ішін жинастырып, ал ата сыртқа шығып, айналасын шолып, мал қараған болып керегесін түзеп отырады екен. Бір күні далада жел сәл салқындап, аспанда жұқа бұлт көшіп, күн ертең кеш батады дегендей болыпты. Әже ошаққа жақын отырып, ұн салған дорбасын ашып, алақанымен ұнның жұмсақтығын сипап, аз ғана қалғанын көріп күрсініпті. Ата да үйге кіріп, әженің жүзін байқап, неге көңілің түсіп отыр деп сұрайды. Әже ақырын жауап береді. Ұнымыз азайып қалыпты, бірақ жүрек бір жылықты қалайды. Бір кішкентай дәмді нәрсе пісірсек қайтеді. Бауырсақ пісірейін десем, ұны аз, майда көп емес. Ата күлімсіреп, әже, аз болса да ниет бар ғой, аздан көп жасауға болады. Сенің қолың берекелі, бір бауырсақ болса да пісір, шайдың қасында көңіліміз көтерілер дейді. Әже ойланып отырады да, жарайды, ата, мен бір бауырсақ пісірейін, үйдің берекесі артады, иісі шығып тұрса, көңілде тынышталады дейді. Сөйтіп ол ұнды илеуіштен өткізіп, аз ғана тұз қосып, жылы су құйып, қамыр илей бастайды. Қамырды илеген сайын әженің қолы жеңілдеп, ойы да жайланып, үйдің іші жылына түсіпті. Ол қамырды ұзақ илеп, жұмсақ, тегіс болғанша баптап, үстін жауып, аздап тынықтырып қойыпты. Ата ошаққа от жағып, оттың жалындары жай ғана жыпылықтап, қазанның түбі жылына бастапты. Әже қамырдан домалақтап, алақанның ортасында жұмырлап, бір әдемі бауырсақ жасапты. Бауырсақ тым үлкен емес екен, бірақ өте жинақы, домалақ, беті тегіс болыпты. Әже қазандағы майдың қызғанын байқап, қамырды абайлап салып, бауырсақты аударып пісіріпті. Бауырсақ майдың ішінде жай ғана айналып, қызарып, беті алтындай жылтырай бастайды. Үйдің ішіне бауырсақтың хош иісі тарап, ата да қуанып, әже де мейірленіп, бір сәтке екеуі де жастық шақтарын еске алғандай болыпты. Әже бауырсақтың үстін қағып, орамалдың үстіне қойып, суысын деп терезе алдына әкеліп қояды. Бауырсақ болса, ыстық майдан шыққан соң буы бұрқырап, өзі де біртүрлі сергек болып тұрғандай. Ол терезе алдында жатып, айналасына қарағандай болып, өзінің домалақ денесін сезгендей, жылы ауаны жұтқандай болыпты. Сол кезде бауырсақтың ішінде бір қытық сезім оянады. Ол өзіне өзі ойлайды. Мен қандай әдемімін, бетім қандай алтын түсті, иісім қандай тәтті. Осы үйде жата берсем, мені қазір жеп қояды ғой, ал мен өмірді көргім келеді, даланы көргім келеді, желді сезгім келеді. Басқа ауылдарды да, басқа жандарды да көргім келеді. Осы ой оны қытықтап, дөңгеленген денесі қозғала бастапты. Әже мен ата бір сәтке басқа жаққа бұрылып, самауырдың суын қарап, кеселерін дайындап жүргенде, бауырсақ терезе жақтауынан жайлап сырғып, жерге түсіп, домалап, есікке қарай жылжыпты. Есіктің түбіне келгенде, ол өзінше қуанып, тыныш қана есіктің саңылауынан сырғып шығып кетіпті. Ол қуанып біресе оңға, біресе солға домалап, ауылдың шетіндегі соқпаққа түсіпті. Артында әже мен ата бауырсақтың қашып кеткенін байқамай да қалыпты. Бауырсақ домалап келе жатып, даланың кеңдігін көріп, өзіне өзі тағы да сүйсінеді. Мен қандай жылдам домалаймын, менің жолым ашық, мені ешкім ұстай алмайтын сияқты. Бір кезде ол алдына қарай домалап келе жатып, шөп арасынан қоянды көріпті. Қоянның құлағы ұзын, көзі мөлдір, өзі үркек екен. Қоян бауырсақты көріп, таңырқап, бұл не домалап келе жатыр деп ойлап, алдына шығады. Сен кімсің, қайдан келдің, неге жалғыз жүрсің деп сұрайды. Бауырсақ тоқтай тұрып, қуанып жауап береді. Мен бауырсақпын, мені әжем пісірді, атам қуанды.
Қоянның көзі бауырсақтың алдын түсіне түсіп, иісі мұрнына келіп, іші де ашып тұрған екен. Қоян оны жегісі келіп, бауырсақ, сен тәтті сияқтысың, мен сені жейін дейді. Бауырсақ саспайды, өзінше мақтанып қоянға былай дейді. Сен мені жей алмайсың, мен сенен қашып кетемін, тыңда, менің әнім бар. Сосын бауырсақ тыныш, бірақ көңілді дауыспен әндетіп кетеді. Мен бауырсақпын домалақ, әжем илеп пісірген, атам көріп күліп еді, терезеден түсіп шығып едім, қояннан да қашып кетемін. Осылай айтып, ол қайта домалап жөнеледі. Қоян секіріп артынан қуғанымен, бауырсақ домалап жылдан кетіп қалыпты. Ол жол бойы қуанышпен домалап, өзіне өзі тағы да сеніп, мен расымен де жылдам екенмін, мені ешкім ұстай алмайды деп ойлайды. Біраз жүріп, ол қалыңдау бұтаның қасында қасқырға тап болады. Қасқырдың көзі өткір, жүрісі ауыр, даусы жуан екен. Қасқыр бауырсақты көріп тоқтай қалып, бұл не домалап жүр, иісі қандай тәтті, сен кімсің деп сұрайды. Бауырсақ тағы да өзінің әңгімесін айтады. Мен бауырсақпын, әжем пісірген, атам күткен. Қасқыр да аш болып, бауырсақты жейін дейді. Бауырсақ оған да әнін айтады. Мен бауырсақпын домалақ, әжем илеп пісірген, атам көріп күліп еді, терезеден түсіп шығып едім, қояннан қашып кеттім, қасқырдан да қашып кетемін. Ол домалап қашып кетеді. Қасқыр жүгіріп қуғанымен, бауырсақ домалап соқпақпен жылдам кетіп қалыпты. Жол ұзарып, аспанда күн еңкейіп, далада көлеңке созылып, бауырсақтың беті күн сәулесінде бірде жарқырап, бірде солғын тартып отырады. Ол өзіне өзі риза болып, менің әнім де бар, менің жылдамдығым да бар, бәрі жақсы, әлем қызық, мені ешкім ұстай алмайды деп ойлайды. Бірақ ол әженің үйін, атаның мейірімін, терезе алдындағы жылылықты да аздап сағынғандай болады. Сосын ол өзіне өзі, мен аздап шаршадым, бірақ тағы да біраз жүрсем, жаңа нәрселер көремін дейді. Солай домалап келе жатып, ол орман жиегіне жақындап, сол жерден аюды көреді. Аю үлкен, жүні қалың, даусы гүрілдеп. Аю бауырсақты көріп қасына келеді, сен кімсің, неге домалап жүрсің, қайдан келдің деп сұрайды. Бауырсақ тағы да айтады. Мен бауырсақпын, әжем пісірген, атам күткен. Аюдың да іші ашып, бауырсақты жегісі келеді. Бауырсақ тағы да әнін айтады. Мен бауырсақпын домалақ, әжем илеп пісірген, атам көріп күліп еді, терезеден түсіп шығып едім, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан да қашып кетемін. Ол домалап қаша жөнеледі. Аю артынан жүрсе де, ол ауыр болған соң бауырсақ алыстап кетіп қалыпты. Бауырсақ тағы да қуанып, өзіне өзі сеніп, мен бәрінен қашып кеттім, мен ең ептімін, мен ең жылдамын деп ойлайды. Бірақ күн батуға жақындап, ауа салқындап, жолда тыныштала бастайды. Бауырсақ бір кезде өзен жағасына келіп, судың жылтырын көріп тоқтап қалады. Су бетінде кешкі аспанның түсі көрінеді, ұсақ толқындар баяу қозғалады. Бауырсақ суға қарап, өзін көргендей болады. Мен домалақпын, мен алтын түстімін, бірақ мен жалғызбын, мені біреу қуып жетсе, не болады деп ойлайды. Сол кезде бұтаның арасынан түлкі шығады. Түлкінің жүні қызғылт, көзі сыңғыр, даусы жұмсақ әрі тәтті екен. Ол бауырсаққа жақындап, сәл еңкейіп, сен қандай әдемісің, сенің иісің қандай жағымды, сен кімсің, қайдан келдің деп сұрайды. Бауырсақ түлкінің даусы жұмсақ болған соң, өзіне қауіп ас сияқты көріп, көңілі босаңсып, мен бауырсақпын, әжем пісірген, атам күткен, мен жолға шықтым, мен қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан қаштым деп мақтана бастайды. Түлкі басын изеп, қандай керемет, сен өте батылсың, сен өте тапқырсың, сенің даусың да әдемі сияқты, сен ән айта аласың ба деп сұрайды. Бауырсақ қуанып, әрине айтамын, тыңда дейді. Ол әнін айта бастайды. Мен бауырсақпын домалақ, әжем илеп пісірген, атам көріп күліп еді, терезеден түсіп шығып едім, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан қаштым, түлкіден де қашып кетемін. Түлкі тыңдап тұрып әдемі,
өте әдемі, бірақ менің құлағым сәл нашар естиді. Сен даусыңды сәл жақынырақ айтып берші, мен жақсырақ тыңдағым келеді дейді. Бауырсақ өзінше мәз болып түлкіге жақындай түседі. Түлкі тағы да сөздерің қандай тәтті, ал даусың одан да тәтті. Мен сенің соңғы жолдалы естімедім, бұнды келіп алып деп сұрайды. Бауырсақ тағы да жақындайды. Ол өзін алданатынын түсінбей, тек мақтау естігеніне қуанып, даусын шығарып, әнін қайта айтады. Түлкі басын шайқап, сен өте кереметсің, бірақ мен саған жақынырақ тыңдағым келеді. Сен менің тұмсығыма емес, басыма жақындап айт, сонда менің құлағым жақсырақ естиді дейді. Бауырсақ ойланбай, түлкінің басына жақындай түседі. Түлкі тағы да, мен сені тыңдап тұрмын, бірақ жел сыбырлап тұр, соңғы сөздеріңді тағы да айтшы деп өтінеді. Бауырсақ әнін тағы да қайталайды. Сол кезде түлкі өте жай ғана қимылдап, бауырсақты ұстап қалады. Бәрі тез болғанымен, ертегі тыныш айтылғанда бұл сәт өте қатты шуламайды. Бауырсақ бір сәтке тоқтап қалады. Ол өзінің домалап қашуға да үлгермегенін сезеді. Түлкі болса әлі де жұмсақ дауыспен, сен шынында да әдемісің, сенің әнің де әдемі еді, бірақ менің қарным аш еді, мен сені ұзақ тыңдадым дейді. Осыдан кейін бауырсақтың сапары аяқталыпты. Ал ауылда әже мен ата кешке шай дайындап, терезе алдына қарағанда бауырсақ жоқ екенін байқап таңырқапты. Әже алақандарын жайып, бауырсақ қайда кетті екен, бәлкім домалап кеткен шығар дейді. Ата да күрсініп, әже, бауырсақтың өз жолы болған шығар, бірақ үйдің жылуын тастап кетуде оңай емес, далада әр түрлі жандар бар, әр сөзге сену қиын дейді. Әже ойланып, келесіде бауырсақ пісірсем, терезе алдына қоя салмаймын, алдымен суығанша қасында отырамын, ал бауырсаққа да айтарым бар еді, әр мақтауға еріп кетпе, әр тәтті сөзге сене берме дегенім келер еді дейді. Сол түні үй ішінде шамның жарығы бәсең жанып, самауырдың буы жайлап шығып, әже мен ата тыныш қана отырып, өткен күнді еске алып, сырттағы даланың үнін тыңдап, ұйқыға дайындалыпты. Бұл ертегі әр мақтауға сене бермей, жолда сабыр сақтап, ақылмен ойланған адамның ғана қауіптен аман өтетінін еске салады. Ертегі осымен аяқталды. Енді тынығып, тәтті ұйқыға кетейік. Қайырлы түн.